Қақпатас ауылында балалар ойын алаңшасы пайдалануға берілді. Жаңа нысанның құрылысы аудан тұрғындарының сұранысы негізінде жүзеге асқан. Мұнда балалардың қауіпсіз демалуына және бос уақытын тиімді өткізуіне барлық жағдай жасалыпты. Заманауи талапқа сай салынған ойын алаңында түрлі тиісті құрылғылар орнатылып, балалардың қауіпсіздігі де ескерілген. Бүгінде бұл орын ауыл бүлдіршіндерінің сүйікті демалыс орнына айналып келеді. Қордай ауданының әкімі Бекзат Сейсенқұлы Болатбековтің тапсырмасына сәйкес Қақпатас ауылындағы балалар ойын алаңшасының құрылысы мамыр айында басталып, маусым айында қолданысқа берілді. Жалпы сметалық құжаттамасы 14 миллион 652 мың теңгені құрайды. Бұл жерде қызмет істеген қызметшілердің саны 5 адамды құрайды. Қолданылған техникалардың саны бір погрузчик пен бір хова техникасын қолдандық. Тұрғындардың айтуынша, мұндай нысандардың салынуы балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруымен қатар ауылдық әлеуметтік инфрақұрылымын жақсартуға да оң ықпал етпек. Енді шынын айтқан бұл балалар алаңы бізге дұрыс, өте жақсы бастама. Мынау ашылғаны кешке қарай жас балаларға ата-аналармен келіп отырып ойнатады. Жас өспірімдерге спортпен шұғылданғанында бәріне қолайлы, өте жақсы. Әрине де айтамыз, енді осындай алаң салып берген кісілерге көп рахмет.